Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы жент дайындаймыз. Бұл Рамазан айында ораза ұстап жатқан жандарға нағыз қажет тойымды тағам болып келеді. Ешқандай артық қоспасыз нағыз қазақи рецептпен дайындадым. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға талқан, яғни тарының талқанын саламыз. Осылай ортасын қасықпен ашып аламыз. Алдын ала сары майымызды ертіп ыдысымызға құямыз. Бір қасық қант қосамыз. Енді күрекшенің немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Енді мейіз қосамыз. Кейбір өңірлерде кишмиш деп жатады. Барлығын бірге араластырып шығамыз. Қолмен араластырып жіберсеңіздер де болады. Енді қатыру үшін арнайы ыдыс аламыз. Мен осындай ыдыс алдым. Жентті осы ыдысқа салып шығамыз. Қасықтың көмегімен осылай қатты тығыздап басып шығамыз. Қолмен бассаңыздар да болады. Негізі қолмен араластырып, қолмен тығыздаған дұрыс. Міне жентіміз осылай шықты. Енді тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. 1 сағаттан соң ыдысымызды төңкеріп жіберіп, осылай 4 бұрышты етіп кесіп, дастархандарыңызға қоя берулеріңізге болады. Міне біздің жентіміз дайын. Көп затты қажет етпейтін, әрі тез дайындалатын тойымды тағам. Наурыз айында дастарханда міндетті түрде тұру керек деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер.